Бисмилля. Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум құрметті достар. Бүгін біз апта соңындағы жаңа сұрақтар талдайтын боламыз. Бұл біздің 65-ші видеомыз тестілеу бойынша. Осының алдында біз 64 видеоны YouTube арнаға салып қойған болатынбыз. Егер де сол видеоларды қарамаған адамдар болса, осы видеоға бірінші рет кіріп тұрған адамдар болса, мен сіздерге кеңес беремін. Сол 64 видеоны барлығын қарап шығуға. Құрметті достар, өздеріңіз білетіндей, мен 3 күн салып видео салып отырам. 3 күн сайын видео салып отырам YouTube арнаға. Тіпті 1 күн сайын шабыт ашылып тұрса және шашылмай тұрсақ, біз сала беруге тырысатын боламыз YouTube арнаға. Өйткені неге? Қазір білесіздер, жаңа сұрақтар қаптап кетті, қадап жатыр, тіпті профессионалдардың өздерін қадап жатыр бұл сұрақтар. Өйткені медициналық сұрақтар және МРП өте көбейіп кеткен сұрақтар. Ертең сіздер автосонға барған кезде сәл кедергі жасау мүмкін. Но ешқандай алаңдатпау керек, өйткені біздің YouTube арна бар, сіздермен бірге дайындалады. Және де сіздер өздеріңіз де дайындалсаңыздар болады, қосымша түрде ол сайт арқылы. Мына мен тапсырып отырған, өздеріңіз басып отырып белгілейтін pdd.test.kz сайты. Бұл сайт сіздерге қандай пайда бере алады? Сіздердің уақыттарыңызды үнемдеуге, энергияларыңызды, күштеріңізді үнемдеуге. Атау бір кітапқа сеніп алып айтады біреулер, базардан бюджетіңе сатып алған кітап, тұрамда мен дайындала берем. Қой, қайдағы, ішінде медициналық сұрақтар жоқ оның. Сіздер келесіздер автосонға барған кезде, ол медициналық сұрақты қадап тастайды. Ол кітаптың ішінде бар ма? Жоқ. Медициналық сұрақтарды сіздер барып анатомиядан нетін оқисыздар ма? Әрине жоқ. Кім осы ПТД үшін анатомиядан кітаптарын оқиды? Тек медиктерден басқа енді. Лучше өздеріңіздің уақыттарыңызды үнемдеу үшін мына сайтпен дайындалыңыздар, құрметті достар. Мен сіздерге бұл ақылым кеңесім емес, бұл вариант сіздерге. Не істейсіздер, кітаптардан оқып, қиын болады да қазір, кітап ұстау қолға қиын. Бірақ ұстайтын адамдарға респект, жарайсыздар. Бірақ мен ұстамайтын адамдарға осы сайтпен дайындалған өте дұрыс. Һәм дұрыс дейінші, һәм дұрыс, құрметті достар. Алам деушілер болса, мен сіздерге жеңілдік жасап бере аламын. Тіпті сайтта жоқ жеңілдікті бізде жасап жатырмыз, құрметті достар. Алам деушілер болса, комментарийға WhatsApp нөмірді бекітіп қоямын. Соған міндетті түрде жазыңыздар, құрметті достар. Звондамаңыздар. Көбісі звондайды бар ғой. Сондай алайын деп едім. Мен тек қана WhatsApp-та ғана түсіндіре аламын. WhatsApp-та ашық түрде сіздермен сұхбаттасып отырып, барлығын егжей-тегжейлі түсіндіретін боламын, құрметті достар. Ал бисмилля, тестімізді бастайық бүгінгі. Бүгін бір 2-3 тест алдап жіберейік, бір емес. Ал соңына дейін көреді деген ойдамын сіздерді. Ал бастаймыз. Берілген жағдайда жеңіл автокөлік жүргізушісіне аялдауға рұқсат етіледі ме? Бұл жағдайда бізде кедергі жасамаса ғана 6 метр деп тұрмыз, және басты жолда мына жағдайда кедергі келтірмесе рұқсат етіледі. Құрметті достар, дұрыс жауабы. Мен анықтаманы қараңыздар. Мынаның бәрін кім оқиды? Лучше тұрасыздар, жауабын көрдіңіздер, жоқ, сұрақты көрдіңіздер, жауабын көрдіңіздер, көзбен жаттап аласыздар. Баяғы ұбт тапсырғандай бар ғой. Кім ұбт тапсырды? Сол сияқты тарихтың сұрақтарын жаттайсыздар ғой, көзбен. Дәл солай. А то миға нагрузка болады. Оның бәрін оқып, оны естіп, выгорание болады сіздерде. Бәрін жеңіл түрде қабылдаңыздар. Бәрі жақсы болады сонда. Елді мекеннен тыс орнатылған қай белгілердің әрекет ету аймағы ең жақын қиылысқа дейін әрекет етеді? Ол бізде бұл жағдайда 3, Мынау қандай белгі бізде, құрметті достар? Екі автокөліктің арасы 70 метрден кем болмау керек. Аталған көлік құралдарының қайсысына тақтайшада көрсетілген тәсілмен тоқтап тұруға рұқсат етіледі? Мәссаған, жеңіл автокөлік және мотоцикл. Негізі бұл жерге 3,5 тоннаға дейін жүк автокөліктеріне болады. Жоқ, бізде қате жауап. Жеңіл автокөлік, мотоцикл, оны бәрі біледі оны. Бірақ мен вариантын белгілеп көрдім. Сөйтсем қате екен. Қызыл автокөлік жүргізушісі қиылыстан өткен кезде жол береді. Мінекей қызыл автокөлік бізде басты жолда. Көріп отырғандарыңыздай. Енді қалай болады бұл жағдайда? Ешкімге дейді, А трамвайына, тек жеңіл автокөлікке және А трамвайына, тек трамвайларға.
тек А трамвайына, иә? Дұрыс жауап. Мінекей, жол қиылысында басты жол бағытын өзгерткен жағдайда басты жолмен жүретін жүргізушілер маңызды бірдей жолдардың қиылысынан жүріп өту қағидаларын өзара басшылыққа алады. Екінші дәрежелі жолмен жүріп келе жатқан жүргізушілерді осы қағидаларды басшылыққа алатын болады. Тек қана А трамвайына ғана жол беретін болады. Өте керемет анимация. Көк автокөлік ана жерден есеп қалып тоқтап қалды. Мына трамвайда қараңыздаршы, құрметті достар. Очень наглый бар ондай. Шықынып тұр алдыға қарай. Қызыл автокөлікпен соқсайын деп. Сол баяғы бізде интернет желісі қатып жатыр. Келесі сұраққа өтпейді. Ең өкініштісі осы ғой бізде. Видео түсіргенде. Так, жалғастырамыз. 5. Қандай көлік құралдарына тақтайшада көрсетілген тәсілмен тоқтап тұруға рұқсат етіледі? Бұл парковканы білем, бұл жағдайда бәріне болады. Мана парковкадан қателестік, зато мынадан дұрыс жауап бердік, құрметті достар. Келесі 6. Ебелген жағдайда трактор жүргізушісіне елді мекендерден тыс жүру кезінде. Бұл жағдайда дұрыс жауап, мүмкіндігінше оңға қыса жүреді, ал қажет болған жағдайда көлік құралдарын өткізіп жіберу үшін жол жиегінде тоқтайды. Жаттап алыңыздар, білмейтіндеріңіз болса. Келесі сұраққа өтеміз. 7. Елді мекеннен тыс жерде қай автокөліктің жүргізушісі белгіленген жағдайда аялдау ережесін бұзды? Көк автокөлік деймін бе? Қарама, түсінбедім. Серый давай. Ережені сақтап тұр, ал қызыл мен сары дұрыс тоқтап тұрған жоқ. Мынандай қылып тұруымыз керек. Сары және қызыл дұрыс жауап. Өте оңай сұрақ. Келесі сұраққа өтеміз. Болмайды мынандай қылып парковка қоюға. Тоқтауға. 8. Берілген белгілердің қайсысы солға бұрылуға тыйым салмайды? Так. 1 салады, 2 салады, 4 салады, 5 салады, 3 бізде салмайды. Өйткені бұл жағдайда тек қана кері бұрылуға ғана тыйым салады. Ал солға бұрылуға тыйым салмайды. Бізде В варианты дұрыс, дұрыс жауап. Келесі 9. Қайтадан өтпей қалды ғой. Мен следующий вопросты баса берсем, келесі сұрақтың жауап белгіленіп кетеді. Сондықтан мен бір басамда қоя қоям. А то бізде қате жауаптар пайда болатын болады мына жаққа. Тағы бір осы жіберейік. Тағы бір осайық. 9. Қандай белгілер іс-әрекеттің бағытын көрсетеді? Іс-әрекеттің бағытын дейді. Так. 4 және 5. Әлде 1 мен 5. Иә, 1 мен 5, құрметті достар. Біздің жауабымыз дұрыс. Мына тек мына жағдайда ашылмай жатыр. Сурет. Келесі 10. Жеңіл автокөлік жүргізушісіне көрсетілген бағыттардың қайсымен жүруге рұқсат етіледі? Так, А және В, Бұл жағдайда бізге солға бұрылу емес, кері бұрылыңыз деп тұр тек қана. Біз Б-ға бара алмаймыз. А-ға барамыз, немесе В-ға барамыз. В варианты бізде дұрыс. Келесі 11. Тежек жүйесі жұмыс істемейтін көлік құралын сөйлетуге рұқсат етіледі ме? Егер бұл көлік құралының нақты массасы сөйлетуші көліктің нақты массасының жартысынан асса дейді. Тыйым салынады, тіркеме жылдамдығы 30 км болса рұқсат етіледі. Әрине тыйым салынады. Тежек жүйесі ол бізде өте маңызды, құрметті достар, еще массасы жартысынан асып тұр. Жаңағы сөйлейтін көліктен. Жеңіл автокөлік жүргізушісіне қиылыста кері бұрылуды орындауға рұқсат етіледі ме? Бұл жағдайда бізде кері бұрылуға тыйым салып тұрған жоқ, сондықтан рұқсат етіледі, құрметті достар. Ал егер де тіке бағытта жүру деп тұрса, түсініп алыңыздаршы. Яқта менде сурет салу деген болмай тұр. Мен мышкамен көрсетем. Мына солға бұрылу болмаған жағдайда, тек қана тіке жүру ғана болғанда, ақ автокөлік бұрылды ғой жолдан. Онда кезде сіздер солға бұрыла алмайсыздар. Солға бұрыла алмайсыздар, өйткені тіке жүресіздер. Солға бұрыла алмағандықтан кері де бұрыла алмайсыздар. Осы түсініп алыңыздар, осы қателікті жібермеңіздер. Қалада көп осындай жолдар. Так, басып кетер жат. 13. Жол көлік оқиғасы дейді. Бұл
А варианты дұрыс деп ойладым, бірақ бұл вариант дұрыс екен. Жол, мынаны оқып алыңыздар өздеріңіз, мен оқымай ақ қояйын, сіздердің меланыңызды ашытып скрин жасап алыңыздар, немесе пауза қойып оқып алыңыздар. Қызыл автокөлік жүргізушісі қиылыстан өтер кезде жол береді. А трамвайына немесе Б трамвайына, ешкімге, трамвайдың екеуіне де. Екеуіне де, да? Ешқандай жол белгілері жоқ. Қызыл автокөліктің алдында басты жол белгісі болған жағдайда басқаша болар еді. Келесі 15. Қай автокөлік жүргізушісі елді мекендерде аялдау ережесін бұзды? Қызыл бұзды, 5 те бұзды, иә? 5 метр деген қалай кетті бұл жады? Сарыға болмайды тұруға негізі. Екеуі де бұзды. Тек сары. Негізі мына жерде жаяу жүргінші өткелден 15 метрдей болу керек. Бізде қате жауап. Сарыны біледі ғой, құрметті достар. Мынандай сары түсті болса, ол бізде болмайды, мүлдем тұруға. Яндекске не кіріп кетті мынау? 16. Осы жол белгісі нені білдіреді? Бұл бізде стоп деген белгі, иә? Тоқтаусыз қозғалысқа тыйым салынады. Қойт дегенде 3-4 секунд тұруымыз керек. Тоқтап. 17. Төменде көрсетілген белгілердің қайсысы реттелмейтін қиылыстарда басымдықпен өтуге құқық береді? А мен В, иә? Өйткені басты жол екеуі. Мынау бізде бұрышында орналасады, жолдың А дегеніміз, неқта А суретіндегі басты жол бізде бұрышта орналасады. Жолдың дәл сіз тоқтайсыз ғой, қиылыс тұрады ғой, сол жерде орналасады. Ал В ол бізде ескертеді. Нандай басымдық болады сізде. Қара қою сызық, сіз қазір алдыңыздан тіке жол шығады, сіз басты жолдасыз. Ал мына шетіндегі қысқа жол, қою емес, қалай болады, жіңішке сызық, ол сізге жол береді. Мынау Ада бұрышында орналасады, ал мына жақта бұл ескертеді сізге. Алдыңыздан мынандай басты жол болады. 18. Көрсетілген жерде жолаушыны алып кету үшін жеңіл автокөлік жүргізушісіне аялдауға рұқсат етіледі ме? Автобустың аялдамасы маршруттық көлік құралдарын әрине тыйым салынады. Бұл уже ПДД сұрақтарында өте элементарны. 19. Осы жол белгісі қалай аталады? Бұл бізде демалуға арналған орын, не? 20. Қай белгіні орнатқанда жүргізуші қарама-қарсы көлік құралдарына жол беруі керек? Қарама-қарсы дейді. Қарама-қарсы 2 мен 5. Жоқ. Жоқ. 2 де, құрметті достар, 2. Варианты бізде дұрыс. Осы шашып жіберулеріңіз керек қой, тест сұрақтан автосынға барғанда бұйырса. Оны істейсіздер, әрине pdd.test.kz сайтымен ғана шашып жібере аласыздар. Немесе өздеріңізде дайындалсаңыздар болады. Бірақ pdd-мен өте оңай. Бұл белгі орнатылған жолдармен тіркемесі бар жеңіл автокөлікте жүруге рұқсат етіледі ме дейді. Тыйым салынады. Бұл бізде тіркемесі бар көлік құралдарының қозғалысына тыйым салынады белгісі, өйткені. 22. Іргелес аумаққа оңға бұрылған кезде мотоцикл жүргізушісі жол береді велосипедшіге және жаяу жүргіншіге. Дұрыс жауап. Аяғы деген жерге тимей тұр мотоцикл жүргізушісі. Slow motionмен бұрылып жатыр ғой. 23. Осы жағдайда жеңіл автокөлік жүргізушісі қандай бағыттарда қозғалысты жалғастыруы мүмкін? Қарап алыңыздар. Тек қана тура бағытта. Егер де сол жағында орналасса, кері бұрылуына және солға бұрылуына болатын еді. Ал оң жағында оңға бұрылуына және тура жүруіне болатын ба еді? С. Тура. Аллаға шүкір, әйтеуір қатып жатқан жоқ интернет желісі. Ай, құрметті достар. Интернет желісі қатып қалды. Сәл күте тұрыңыздар.
тура, иә? С варианты. Қайтадан. Ой, жауап белгіленіп кетті, құрметті достар. 24-те. 24-те жауап берді. Қайтадан қарап алайық. Бізге тағы да бір шанс беріп тұр. 24 дұрыс емес деп тұр, но біз белгілей аламыз. Бұл санатты қандай көлік құралына жатады? Жаңа сұрақ. Но бізге Hyundai ма, құрметті достар? Разрешенная максимальная масса, не более. Число рұқсат етілген, так 16 деген жатпайды бізде А вариантында. 8-ден аспайтын деген жатпайды тоже. Жоқ, 8-ден асады. 3,5 тоннаға. Жоқ, рұқсат етілген жоқ, 3,5 тоннаға аспайтын. С варианты бізде дұрыс. Ой. Мынау не болып кетті, құрметті достар? 24-ті дұрыс жауап белгілеп жатсам, 25-тің жауабы дұрыс емес болып шығады. Ана интернет желісі, дұрыс еместігі. Берілген жағдайда жеңіл автокөлік жүргізушісіне басып озуға рұқсат етіледі ме? Әрине рұқсат етіледі, ешкім тыйым салып тұрған жоқ, 24 пен 25 әділетсіз кетті. Әділетсіз. Мен ол сұрақтарға дұрыс жауап беретін едім. Негізінде. Бірақ мен мына интернет желісінің кесірінен. Қызыл автокөлік жүргізушісі қиылыстан өту кезінде жол береді. Қызыл автокөлік бізде басты жолда емес, өйткені ол басты жолда, но басты жолда кім алып тұр? Ең бірінші, ол бізде жүк автокөлігі, өйткені қарап отырғандарыңыздай, мына қара қою сызық былайынан кеткен. Олмен кім жүреді? Жүк автокөлігі жүреді. Тек жүк көлігіне ғана жол береді. Екінші бар көз өтеді. 27. Көлік құралының жүргізушісіне осындай маневр рұқсат етілген бе? Так, тура жаяу жүргінші өтпелінде болмайды, тыйым салынады. 28. Велосипедшілерге жиектер бойынша қозғалыс рұқсат етіледі ме? Қауіптілік жасаса тыйым салынады жаяу жүргіншілерге. Өйткені ол велосипед жолымен жүріп келе жатқан жоқ. 29. Тіркемесі бар жеңіл автокөліктердің автомагистралдағы қозғалысы үшін қандай максимал жылдамдық белгіленеді? Қателеспесем 90, тіркемесі бар болса. 30. Тіркеме жайлы көп әңгіме болып кетті бүгін. Так, С вариантында мен дұрыс емес сөз тауып алдым. С вариантын қарасаңыздар, жолаушыларды тасымалдауға дейді. Бұндай тіркемеде бізде тыйым салынады. Осылай ертең автосонға барған кезде дұрыс емес жауабын тауып, дұрыс жауапты тауып алатын болыңыздар. Ең бірінші, егерде 3 сұрақ мен ашып, 3 сұрақтан дұрыс жауап тауып алмай жатсаңыздар, қатесін іздеңіздер. Қате арқылы дұрыс емес жауаптарды ысырып тастап, дұрыс жауап тауып аласыздар. Бұл жүктер тасымалдауға арналған көлік. Оны бәрі біледі, толық ақпарат жоқ. Ал А вариантында более-менее бар, толық ақпарат. Сондықтан А варианты бізде дұрыс, құрметті достар. 31. Көрсетілген белгілердің қайсы елді мекендерден тыс жерде орнату кезінде қайталанады? Қайталанады. 2 мен 3. Алдыңғы сұрақта қателескен болатын болсын, но біз өзіміздің қателігімізді әрдайым дұрыстауға тырысамыз. Сонда ғана біз өсеміз, өркендейміз. Елді мекенге қатысты қағиданың талаптары қай жерден бастап әрекет ете бастайды? С варианты бізде дұрыс. Келесі 33. Жеңіл автокөліктің жүргізушісіне қиылыста өтер кезде кері бұруды орындауға рұқсат етіледі ме? Әрине рұқсат етіледі. Ешқандай тыйым салып тұрған жоқ бізде. Сол жаққа қарай бізде бұрылса бір жақты қозғалысқа шығады. Ондай жағдайда бізде кері бұру. Сол бір жақты қозғалысқа шыққан жағдайда шыққаннан кейін кері бұрылуға болмайды. Ал бұл жағдайда рұқсат етілген. Қарама-қарсы көліктер жүреді. 34. Төменде көрсетілген белгілердің қайсысы бір жақты жүру жолының басында орнатылады? Ол бізде Б, Өте оңай сұрақ. Жаңа сұрақ. 35. Көрсетілген бағыттардың қайсымен жүруге тыйым салынады? Бізге солға бұрылуға тыйым салынады деп тұр, В мен болмайды, тек қана В. Тек В, Т варианты бізде дұрыс. 36. Осы жол белгілері білдіреді дейді. Бұл бізде тұруға тыйым салынды белгісін қолдану аймағы, Жауап дұрыс, скрин жасап алыңыздар, оқып алыңыздар, түйіп алыңыздар, жазып алыңыздар. Ал біз келесі сұрақ еттік. Так, интернет желісі бізде өте қатты қатып жатыр. Жеңіл автомобиль жүргізушінің осы белгінің қолдану аймағында басып озуды орындауы мүмкін бе? Басып озуды орындауы мүмкін бе? Иә, мүмкін.
Құрметті достар, егер де мына қатып жатса және видео сапасы өте нашар болып жатса, настройкаға кіріп 720 пиға қойыңыздар. Және мен негізі компьютерім қатпайды. Бұған кінәлі интернет желісі. Интернет желісі анимацияларды қатырып жатқан. 38. Бұл белгілер сақтауды талап ететін арақашықтық 100 метр бойына кем дегенде 70 метр. Кем дегенде 70 метр, 38. Дұрыс жол. Жаңа сұрақ 39. Қызыл автокөлік жүргізушісі қиылыстан өтер кезде жол береді. Бірінші автобус өтеді, жеңіл автокөлік өтеді, сосын барып, яғни екі көлік құралына да. Дұрыс жол. Мен өзіме бүгін недоволен болып отырмын, құрметті достар. Ана 24 пен 25 әділетсіз түрде қате жауап бізге жасап берді. Оның кінәлі интернет желісі бұның. Көрсетілген елді мекендерден тыс жердің қайсысында аялдауға рұқсат етілген дейді. А мен Б-да болмайды, тек қана В, е. В вариантында В жауабы бізде дұрыс. Все, найс, құрметті достар. Бірінші тест талдауымыз аяқтадық. Қазір тағы да видео болатын болады. Тағы тест талдаймыз, қайдағы видео тест талдаймыз, құрметті достар. Шықпай кетпеңіздер. Жалғастырамыз. Бір видеода екі тест талдау. Қызыл автокөлік жүргізушісі қиылыстан өтер кезде жол береді. Мынау бізде легендарный сұрақ қой. Ең бірінші шыққан сұрақ осы автожолға. Так, ешкімге жол бермейді, өзі бірінші өтеді. Мына жол белгілерінің қайсысы қозғалуға тікелей тыйым салынады деп аталады? Қозғалуға. Бір ғой, бір. А варианты. Так, еш қайсысы. Мынау бізде қозғалысқа тыйым салынады белгісі деп ойладым. Сондықтан қозғалуға тыйым салынады деп ойладым. Сондықтан дұрыс емес жауап бізде. Так, интернет желісі неге қатып жатыр бізде? Так, құрметті достар, бүгін біз аяқтаймыз. Podotest.kz сайты бізде проблема болып қалды. Әрине, ол баяғы интернет желісі. Это может быть связано с подключением к интернету, техническим работами или своим. Интернет желісі. Повторить попытканы қайттан басып көрейік. Жоқ, бізді қабылдамайды, құрметті достар. Осымен біздің видео ролигіміз аяқталды, құрметті достар. Видеоның соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Осымен тестіміз аяқталды. Сау болыңыздар.